Қайырлы күн достар, сіздермен мен Саяна. Бүгін кепкен өріктен, яғни курагадан өте тәмді бәліш жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен үгілмелі қамыр жасаймыз. Ол үшін ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Енді ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, үгілмелі ұнтақ, яғни крошка жасайтын боламыз. Енді ұнтағымызға шекеріміз бен бір жұмыртқамызды қосып, барлығын біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бір шетке бетін жауып қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына курагамызды жақсылап жуып, бетінен асып тұратындай су құйып, 10 минут көлемінде қайнатып аламыз. Қайнаған курагамыздың суын төгіп, енді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Курагамызды ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді осыған қант ұнтағын қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырымызды бір кішірек, бір үлкендеу екі бөлікке бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз және 26 диаметрлік формамызға саламыз. Формамызға салып жан-жағын тегістеп шығамыз. Енді қамыр жайылған формамызға салмамызды салып, біркелкі етіп жаямыз. Енді қамырымыздың екінші кішкентай бөлігін жаямыз. Жайылған қамырымызды ұзынша етіп кесіп алып, пирогымыздың бетіне қоятын боламыз. Барлық бөліктерін осылай қойып болғаннан кейін, бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен гүлдер қойып шықтым осылай қалған қамырлардан. Және жұмыртқаның бір сарысын пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды толықтай суытамыз. Суыған пирогымыздың үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің кураға қосылған пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.